Сәлем достар, бүгін сіздермен әлемдегі ең күшті құймақтардың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шығу үшін менің бірнеше құпияларымды орындасаңыз, дәл осындай құймақтар шығатынына 100% кепілдік беремін. Әдеттегідей қажет ингредиенттер тізімі осы видеоның астында көрсетілген. Шұңғыл ыдысымызға жылы айранды құямыз. Оны микротолқынды пеште шамалы жылытып алу қажет. Айранымыздың майлылығы кем дегенде 2-5%-дан кем болмау керек. Үстінен бөлме температурасындағы жұмыртқа, жарты шай қасық тұз және құпиялардың бірі қантымыз 1 ас қасықтан көп болмау қажет. Қант біздің құймақтардың көтерілуіне кедергі болады және дәміне қарай ванилин қосамыз. Ұнды бірнеше бөліктерге бөліп, елеуіштен өткізіп аламыз. Достар, каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Тағы да бір құпиялардың бірі, құймақтардың көлемі көтеріліп шығу үшін, осылайша қамырымыздың консистенциясы қою болып шығуы қажет. Ең соңында 1 ас қасық ұнымызға жарты шай қасық ас содасын қосып араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Және айта кететін бір нәрсе, ас содасын пісірейін деп жатқанның алдында қосасыздар. Яғни содамызды қосып, одан кейін майымызды қыздырып пісіре береміз. Одан кейін сковородкаға майымызды құйып қыздырамыз. Майдың көп болуы өте маңызды. Қараңыздар, қамырымыз қалай көтерілген, ішінде аштығы бар сияқты. Майымыз қызған соң, пештің астын орта деңгейге қойып, осылайша құймақтарымызды пісіре бастаймыз. Құймақтарды төңкергеннен кейін жартылай қақпағымен жапсаңыздар болады. Менің толық жапқан себебім, сковородкамның формасы екі жағы ойылып, ашық тұрады. Жан жақтарын қызартып алам десеңіз де өз қалауыңыз. Бірақ онсыз да іші толық пісіп шығады. Мінекей біздің өте дәмді, әдемі құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.